Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Ұстаз керек болса, жапырақта ұстаз дегенді естуші едім. Ғалымдардың сөзі, ұстаз керек па, жапырақта ұстаз дейді. Шындығында қарасаңыз, шірген алманың қасына, бүтін таза алманың қасына қойып қойсаңыз, қасындағы алманы шіртеді. Сәбіз болса да, картошка болса да, яғни көкөністің қай түрі болса да, қауын болса да, қасына бүтін көкөністің қасына шіргенін қойсаңыз, қасындағын шіртеді екен. Міне бұл сабақ екен біздерге, жақсылар. Бұл біздерге сабақ. Ұстаз керек болса, жапырақта ұстаз деген осы. Жақсылар, қасыңызға келген адам қандай, өзіңіз қандайсыз, түбәләй жалпы бір кісіні көрсеңіз, ол қандай адам екендігін білуге болатын, міне осы сөзінен екен. Қазағымыз керемет сөз айтқан ғой. Іргеннің аузынан шірген сөз шығады дейді. Аяғы жаман төрді бұлғайды, сөз аузы жаман елді бұлғайды деп айтқан екен. Әли розиаллаху анху айтады, жақсылар. Жүрегі таза адамның тілінен әдемі сөз шығар деп айтты. Жүректі тазарту керек екен, жақсылар. Сіз қасыңызға келген адам жақсы сөз айтып жатыр ма, жаман сөз айтып жатыр ма, мына сөзден, мына хадистен білуге болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бір кісі келіп дейді, қасыңызға бір кісі келіп, мынау адамдар түбәлайы көбісі шындығында да бұзылып кетті деп айтатын болса, яғни бұл адамдар түбәлайы бұзылып кетті деп айтатын болса дейді, осындай сөзді ол айтатын болса дейді, біліңіз дейді, сол адамның өзі көбірек бұзылған деп айтты. Яғни адамдардың бәрлігі бұзылып кетті деген сөзді айтатын болса дейді, ол адамның өзі көбірек бұзылған дейді. Осыдан білуге болады екен, жақсылар. Өзіміз адамдарды жамандап жүрген жоқпыз ба? Досымыз, қасымыздағы досымыз басқаларға жаман көзқараста емес па? Болмаса бір кісі отырған кезде, ой, халық бұзылып кетті деген сияқты айта беретін болса, онда өзі көбірек бұзылған екендігін осыдан білуге болады екен. Қара жерді жамандама, қайтып онда барарсың. Қара халықты жамандама, қайтып онда жүрерсің деген қазақтың сөзі бар. Халықтың ішінде данасы да бар, жақсысы да бар. Бәрін бірдей жалпылама жамандауға болмайды деген, жақсылар. Соның үшін, жақсылар, әрдайым сөзімізді түзелеп жүрейік. Біреуді жамандамастан алдын, оны дұрыс па, мен дұрыс біліп тұрмын ба деп, сөзді парқын біліп, жамандамау керек. Негізі мақтайық, бір-бірімізді мақтап жүрейікші.